Дагы бир жолу ассалому алейкум. Кезектеги немет сынаулардын экинчи бөлүгүн уламчатабыз. Бүгүн 24 октябрь 2021 жыл. Каналга жазылып, лайк басып, суроолор болсо комментарийге жазып, чогуу болуп туруңуздар. Ушул жерде 124 кызыл түстө жакшы болду чыгыптыр. 95-жылкы 2.2 автомат $4300. Салонун ачып көрүп коелу. Коробкасы автомат. Пробег 424 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Анын жанында 34 кузов кызыл түстө. 92-жылкы объем 4. Коробкасы механика, блок мост. Баасы $5000. Баасы $5000. Андан кийин дагы бир ак түстө 124 жакшы болду. 2.2 объем, коробкасы механика, 94-жылкы 300 000 км жүргөн. Мотору плита мотор, 2.2. Барыңыздар жакшы билесиздер. Баасы $3700. Эшиги жабык экен. Дөңгөлөктөрү артыңкы дөңгөлөктү алмаштырыш керек. Бир аз суроо жетип калыптыр. Андан кийин бул жерде Бора 1.8 объемдо. Жет деген 2002 жылкы 1.8 механика, 250 000 сом. 276 000 км жүргөн. Андан кийин кара түстө Жеттаны көрсөтөлү. Вентону 94 жылкы 1.8 моно механика, 140 000 сом. Дөңгөлөктөрү болушкан жеген биякта 130 000 сом дейт. Mercedes Сечка универсал, күмүш түстө, дөңгөлөктөрү жакшы. 2002 жылкы 2.2 коробкасы автомат. Дизель экендигин айтып коесуздар. Баасы $3800. Ушул 2 номерге чаласыздар. Дагы бир 210 жашыл түстө 97 жылкы 2.3 автомат, $3900. Номерди жазып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына жерде бир жакшы болду. Жетта базарга чыгыптыр. 2 объемдо. $2002 жылкы $4600. Дөңгөлөктөрү кыштан чыгат. Протектору жакшы. Номери бар, жазып туруп сүйлөшсөңүздөр болот. Азыр эси каякта экен билбейм, бирок эшиги ачык экен. Мына ачып тартып коеюн. Пробег 144 000 км көрсөтүп жатат. Айнек көтөргүчтөр электрсиз экен. Кузовунда жумушу жок, жакшы болду. Бул жакта дагы бир кызыл түстө өтө жакшы болду. Венто 94 жылкы 1.8 моно, коробкасы механика. Дөңгөлөктөрү кышкы. Баасы $3900. Магнитофону бар. Венто. Бул жакта 210 Mercedes 2000 жылы чыккан 3.2 объем $5800. Номери 501 03 90 40 деген номерде. Азыр эси жабып коюп тур машинаны. Бул жакта кийинки автоунаабыз Ford Mondeo автоунаасы. Дөңгөлөктөрү кышкы 2003 2.5 автомат. Мотору паровозной басылган, 225 000 сом. Бул жакта кызыл түстө Audi S4 автоунаасы сода болуп жатат окшойт. Жылы 91, 2 объем моно, коробкасы механика, $3700 сатып жатыр. $3700. Дөңгөлөктөрү азыр жайык экен. Андан кийин бул жерде дагы бир 34 кузов BMW жакшы болду. Коробкасы механика,
89-жылғы 2.5 расход 12-14. Ванус бі же просто леу? Просто. 4700 доллар. 414 000 километр жүрген. Ошол номерге байланышқа чығасыздар. Үстінде люк тағы бар. Міне ешік ашық та. Бұяқта салонын көріп шықсаңыздар болады. Крышасы люк бар. Отырыштары қара түсті кожа. Кейінгі біздегі автонан көштелі Audi A6 автонасы күміш түсті. 6 цилиндр, 2.6 объем, 95 жылғы механика 3300 доллар. Дөңгелектері 15 размерде. Жайқы 2.6. Азыр от алдырып текшеріп көріп шығады. Бұл жақта дағы бір жақсы молда жашы өтесті 34 козов 95 жылғы 2.5 бирок негедір бағасын жазбаптыр. Бағасын жазбаса дағы қызыққандар болушы мүмкін, алам дегендер мындай тартып қоялы. Бұл жақта дағы бір 210 ақ түсті 99 жылғы 2.4 автомат 4400 доллар. Номері 708 51 23 07. Nissan Anvera Tino. Объем 2, коробкасы автомат. Жыл қайсы бака? 2001. Қанша алды бағасы? 4000 доллар. 185 000 километр жүрген. Коробкасы автомат. Mazda 6 автонасы 2002 жылғы. Объем жазылған емес. Бағасы 4500 доллар. Коробка механикал. Отырыштары жақсы чехолдарды салып қойыптыр. Дөңгелектері қышқы. Күзуында бампері крылосында жұмысы жоқ. Жақсы амалда. Бұл жақта туғандар Toyota Corolla Versa автонасы сол рулы свежий первый гон келіптір Европадан. 2001 жылғы 1.3. Бағасы 4500 доллар. Азыр рейсі жоқ болады, жауық. Ondan кейін Ford Mondeo Universal 2002 жылғы 2 объем механика, бензин 220 000 сом деді. Дөңгелектері қышқы. Номері 553 43 68 70 деген номерді. Honda CR-V жашыл түсті. Japonец оң рулды. 96 жылғы 2 объем автомат. Бағасы 5100 доллар. Дөңгелектер азыркы учурда жайық екен. Состояниясы жақсы. Ondan кейін бұл жақта дағы бір 34 кузов BMW 525 жақсы амалда базарға шығыптыр. Азыр рейсі дағы келіп қалды. Как раз дос сатылады ау? Тартып қойлы. X8 бе? X8. Машу номер екен? Ұшы номерге байланышқа шықса болады. X8 93 жылғы. Ашып қойсары? Бір салонды ашып көріп қойлы. Салонды көріп шығалы. Бірінші. Бұның бола тұрған басы сомың саптайында қанша болады? 5 окончательно. 5. Долларға айтқаннан 5500 доллар окончательно. Күміш түсті жақша балда Mitsubishi Spacer 2002 жылғы 1.8 автомат 4200 доллар. Азыр есі ешкін жауап қойып тұр. Жауап бір жаға кеткен.
Андан кейін дагы бир Nissan Primera P12 сол рулдуу, күмүш түстө, коробкасы автомат, 2002 жылкы, объем 2, бензин, баасы $4750. Эшиги жабык, отуруштары кара түстө, кожа. Mazda 323 hatchback, көк түстө, 2002 жылкы, 1.6 механика, 241 000 км жүргөн, баасы 200 000 сом. Дөңгөлөктөрү азыр пока кышкы экен. Арткы 2 дөңгөлөгү жайкы. Андан кейін бұл жерде дагы бир Vento күмүш түстөгү автоунаасы, 92 жылкы, 1.8 моно, 180 000 сом. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы. Азыр эси ичинде эс алып тур. Тоскоолду кылбай эле коелу. Андан кейін бұл жерде дагы бир жакшы абалда Passat B3 универсал, 91 жылкы, 2 объем, механика, 220 000 сом. Коробкасы механика, дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. 4 дөңгөлөгү комплект кышкы экен. Бул адысы сатылбайт окшойт. Андан кийинки дагы бир жакшы абалда Audi A6 автоунаасы, 96 жылкы, 2.6 автомат, газ, бензин. Баасы $5000. $5000. Анын жанында дагы бир жакшы түстө S4 97 жылкы, 2.6 механика, байланыш номери бар. Чалып туруп сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Баасы канча болот экен? Мотору жакшы абалда.